Қисық басты тапанша немесе күлгін түсті кетчуп сияқты өте қызықты идеялар күннен күнге жер планетасында туындайды. Ал сіз Антарктидада бала туу деген идея туралы не ойлайсыз? Және білесіз бе, осыған дейін онда бір емес 11 бала дүниеге келген. Бұл 11 бала біз үшін өте қызықты және оған қоса біртүрлі көрінетін болар. Шынымен де планетамыздың басқа жерлері тұрғанда Антарктидаға барып бала туудың не керегі бар? Жарайды, бұл 20 ғасыр. Бүкіл елдерде соғыс болып жатты. Бос қалған жерлерді әр мемлекет бөліске сала бастады. Дәл сол сияқты Антарктиданы да бөліске сала бастады. Британия әдеттегідей Антарктиданың кейбір бөлігін өзіне алғысы келді. Дәл сол сияқты Норвегия, Австралия, Жаңа Зеландия, Чили және Аргентина бөліп алғысы келді. Дәл осы кезде бір проблема туындады. Британияның менікі деп отқан жерлері Чилидіңкі болып шықты. Оған қоса Аргентинада бұл менің жерім деп қарсыласты. Ол мына жер болатын. Қарап отырсаңыз, бұл жер Чилиге және Аргентинаға жақын, және логикалық тұрғыдан алсақ та бұл сол екеуінің біреуінікі болу керек. Бірақ мұндағы Фолкленд аралындағы әскери базаның Британияның екенін ескерсек, бұл үш мемлекет үшінде дауға келіп соқтырды. Сонымен әрқайсысы менің жерім деп отқан бұл жерге басқа мемлекеттер жұмсақ тілмен айтқанда бас ауыртқылар келмейді. Сондықтан кішкене шешілмей қалған проблема болды. Дәл сол уақыттарда Аргентина бұл проблеманы өзінің әдісімен шешіп көрмек болады. 1977 жылы Аргентинада бала дүниеге әкелдірсек деген ой болатын. Содан 1978 жылы 7 қаңтар күні Эмилио Маркос Пальма Антарктидада дүниеге келген ең бірінші адам ретінде тіркелді. Сол кездегі диктатор Хорхе Рафаэль Виделаның ойы бойынша Антарктидалық бала бізден болса, демек жерде біздікі болады деп ойлаған. Не дегенмен де диктатор ғой. Ал Чили қалай ойлады? Оларда да Августо Пинокет атты диктатор болатын. Ол онда бала туғызып қана қойғысы келмеді, тіпті сол климатқа үйретіп, сонда өсіргісі келді. Сонымен 1984 жылы 14 қарашада Хуан Пабло Мартино атты ең бірінші чилилік антарктидалық дүниеге келді. Сізге мынадай сұрақ келген болар: ал Британия не істеді деп. Ол бұл кездері Фолкленд соғысын жүргізіп жатты, және бұндай нәрсеге бас ауыртқысы келмеді. Қорыта келсек, Антарктидада 11 бала дүниеге келді. 8 Аргентинаныкі және 3 Чилидікі. Және ешқандай қауіпті жағдай орын алмады, бірақ қазіргі уақытта екі мемлекетте онда бала туғызуға тыйым салып тастады, өйткені бұның біртүрлі идея екенін түсінді. Антарктидада орналасқан ондаған ғылыми станциялардың арасында Чилидің Лас Эспералясы және Аргентинаның Эсперанза базасы ерекшеленеді. Өйткені дәл осы екі станцияда адамдар өмір сүреді, яғни үйлері осында орналасқан. Екі станцияда да тіпті мектептер бар. Лас Эспераляда тіпті Энтель деп аталатын мобильді байланыс жұмыс жасайды. Екі станцияда да почта және банк орналасқан. Бірақ екі базада осында орналасқанымен бұл олардың жері емес. Дүниежүзі Антарктиданы халықаралық территория деп бекітіп тастаған. Сонымен сіз дәл осы диктаторлардың ойлары туралы не пікір айтасыз? Комментарияда күтетін боламын. Бірге талқылайық. Видеоға лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіз үшін жай ғана саусақ тигізу, ал біз үшін үлкен қуаныш.